Есімім Жаз Доғдырбайұлы, маған келген пациентім 2 жыл болды бел омыртқасы қисайып қалған. Яғни бұлай жүреді. Осыған қандай жаттығу берейін? Көріп алдыңыздар. Егер сіздің беліңіз сол жағыңыз ауыратын болса, сіз оң жағыңызбен басып жүресіз, сілтеп. Сол кезде жақсы жаттығуды көрсететін боламын. Бұл интернетте жоқ, менің парақшама тіркеліп алыңыздар, және де пайдалы ақпарат көп салатын боламын. Ауырғанда сол қолымызды белімізге қойып, максимальный итеруге тырысамыз, оң қолымызды жоғары қарай көтеріп, қабырғаға тіркеп қоямыз. Осылай 1 минуттан 5 минут аралығында ұстап тұру керек. Егер де қиын болатын болса, жақындатып ұстап тұрамыз. Біртіндеп соза беретін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай, бел омыртқаңыз өз қалпына келеді, оң жағыңыз дұрысталады. Сосын бел омыртқаңыз жүріп жатқаныңызда түзеуге Алла амандық болса жүре бастайсыздар.